Ағайындар, мынандай күннің ыстығында су болмау деген ол енді шын адам төзетін жағдай емес, біріншіден. Екіншіден, біздің қаншама жасалып отқан жұмыстарымызды жаңа мемлекет басшысының үлкен қолдауымен үкіметтің бюджетті 600 миллиардқа көтеріп, қанша әлеуметтік нысандар салып жатқанымызды, қанша жолдар жөндеп жатқанымыздың бәрін осы жуып кетеді, бітті все. Су жоқ адам айтатын, не керек оған, мына қанша жасап отқан жұмысың? Мына заманда біздің үйде су жоқ, мына билік қайда қарап отыр дейді, болды. Бірақ сөз, басқа мәселе жоқ. Бәрін жуып кетеді. Свет болмай қалса, тура жуып кетеді. Былтыр мен қатты ренжігенімді білесіздер жаңа жылдан кейін. Өйткені жылды жақсы қорытындылап, жұмысымызды жақсы аяқтап, нарда үлкендердің батасын алып, рахметімізді айтып, 31 күні аяқтадық. 2 күннен бастап свет болмады. Жаңбыр судың кесірінен. Тура бәрін жуып кетті тоже. Істеген жұмыстың барлығы жоққа шықты соның есебінен. Қатты ренжігенін білесіздер сол кезде. Крекке де, облыс әкімінің орынбасарына да сол салаға қатысты, и басқармаға да. Сосын жаңа қаражатты бөліп жасағанымыз. Алдында бұл кісілерден сұрағанбыз, қара көз өтір өзі. Бәрі тамаша деген, керемет деген. Мен сол кезде айтқам, қыстан шығу үшін қанша ақша керек сіздерге? Бәрі керемет, 500 миллион керек деді, 500 миллион бердім мен. Ақырында мынау болды. Содан кейін шұғыл түрде ақша бөлдік. Олай өтірік ақпар беруді қою керек.